бүгін бұл жерде біз ұлттық тағамдар кішкентай аспаз сайысын қатысуға жиналып отырмыз. Бүгінгі сайысымызға біздің балаларымыздан 3 отбасы қатысады. Бірінші отбасы Мақсұт Нұрәлі отбасы. Екінші қатысушымыз Головко Таисия отбасы. Үшінші қатысушымыз Жұмағұлова Медина отбасы. Бұл сайысты өткізу мақсатымыз балаларды ұлттық тағамдарға деген қызығушылықтарын арттыру, және де оны өз өмірлерінде қолданып, дәмін татып, және де басқа балаларға насихаттау ретінде өткізіліп отырған сайысымыз. Ал енді сайысымызды бастайық. Қатысушылар, сіздерге сәттілік. Бірінші сайысымызға кезек берейік. Ендеше бірінші сайысымыздың атауы кішкентай аспаздар деп аталады. Бірінші сайысымыз сәтті аяқталды. Ал енді балалардан сұрап көрейікші, аналарымен не жасаған? Нұрәлі, айта қойшы, не жасадың анаңмен бірге? Бауырсақ. Жарайсың. Бауырсақты неден жасадыңдар? Бауырсақты ұннан, судан, тұз, қант. Ал енді Таисиядан сұрап көрейік, анасымен бірге бүгін не жасаған? Таисия, бүгін не жасадың? Бұл тоқаш. Жарайсың. Тоқашты неден жасадыңыздар? Это творожные булочки с маком. Қатысушымыздан сұрап көрейік. Бүгін не жасадың сен? Шелпек. Жарайсың. Шелпекті неден жасадыңыздар, айта қойыңыздар? Из муки, ұннан істедік. Құрметті қатысушылар, келесі бөлімге өтейік. Келесі бөліміміздің атауы композиция жасау. Ол үшін алдарыңызда әртүрлі дәнді дақылдар тұр, құрт тұр. Солармен өздеріңіздің ойларыңызға, ерікпен қиялдарыңызға іске кірісеміз. Сәттілік!
қатысушылар, сайысымыздың келесі кезеңіне өтейік. Бұл кезеңде алдарыңызда қазақ халқының ұлттық тағамдары берілген және жеміс жидектері бар. Осы алдарыңызға берілген тағамдардан іске басар әзірлейміз. Ал сіздерге іске сәт. Нұрәлі, бүгін анаңмен не істедің сен? Тары қосылған қосақ. Ас болсын. Ой, рахмет. Рахмет. Медина, сен не жасадың бүгін? Жарайсың. Ого. Таиса, бүгін не жасадың сен? Творожная Рафаэлло. Қатысушылар, балалар, бүгінгі сайысымыздың 3-ші кезеңіне де келіп жеттік. 3-ші кезеңіміз аспаздар сайысы деп аталады. Бұл жерде балаларға жемістер береміз, балалардың көзін байлаймыз, а балаларымыз жемісті ауыздарына салып дәмін көріп, қандай жеміс екенін бізге айтып береді. Таиса, бұл не екен жегенің? Банан. Жарайсың. Келесі қатысушымыз бізде Нұрәлі. Қане Нұрәліні көрейік. Табар ма екен? Не жеген? Кей ғой. Я кот, а там надо им. Жарайсың. Медина? Не жеп жатсың, Медина? Айта ғой. Ягоду. Жарайсың. Уважаемые родители, благодарю вас за такой чудесный конкурс, за то, что вы участвовали. Может быть, это ваш первый вот такой вот конкурс в жизни. И вы его достойно прошли, достойно показали и ваши родители знания в кулинарии, да? И вы, как малыши наши, но уже как бы не малыши, а готовите уже как взрослые. 3-е место заняли Жумагулова Медина. Семья Максус Нуралы. Головко Таисия и ее мамочка. Идем сюда. Мы вас поздравляем. Вы победители в этом творческом конкурсе. То, что мама твоя доказала, какая она моя искусница.